Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада менің әріптесім Шырын Жаңғабыл. Тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы жаза қатая, таяу арада заңға өзгеріс енгізілмек. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ішкі істер министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында қылмыспен күресті күшейтуді тапсырды. Әсіресе балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлу қажет. Былтыр кәмелет жасына толмағандарға қарсы жасалған қылмыс саны 22%-ға артқан. Осы ретте президент полиция жұмысын сынға алды. Алдын алу жұмыстары тиімді жүргізіліп жатқан жоқ деді. Сондықтан жүйе түбегейлі жаңаратынын айтты. Ол қалай жүзеге аспақ? Президент полицейлерге тағы қандай ескерту жасады? Тілшіміз айтсын. Қылмыспен күрес, қоғамдық тәртіпті сақтау полиция міндеті. Алқа отырысына министр атқарған жұмыстарды тізбектеп шықты. 2023 жылы қылмыстар саны 15.400-ге азайды. Оның ішіне кісі өлтіру, ұрлық, сондай-ақ көшелерде, тұрмыста мас күйінде жасалған қылмыстар біршама төмендеді. Дегенмен ауруды емдегеннен алдын алған дұрыс. Бұл бағыттағы жұмыс ақсап тұр. Президент жүйелі жұмыс жоқ деп ішкі істер министрлігін сынға алды. Требует кардинального обновления. Сондықтан жүйені түбегейлі жаңарту қажет. Осы ретте қауіпті топтарға жататын азаматтардың басым бөлігі назардан тыс қалып қояды. Ал кейбір алдын алу шаралары шектеу мәжбүрлеуден әрі аспайды. Мұндай жұмыстар жергілікті жерлерде жүйесі жүргізіліп жатыр. Нақты үйлестіру тетіктері жоқ. Құқық бұзушылықтың алдын алу саласында бірыңғай заң әзірлейтін уақыт жетті. Заң мен тәртіп үстемдігі бұлжымас шарт. Ел ішіне іріткі салғандар қатаң жазалануы тиіс деді президент. Әсіресе жас ұрпақ жасанды идеялар мен жалған батырлардың жетегіне ілесіп кетуі мүмкін. Әлеуметтік желіде жастарды заңсыз іс-әрекет жасауға шақыратын материалдар таралуда. Тіпті заң бұзған адамдарды үлгі етіп көрсететіндер де бар. Біздің азаматтарымыз кез келген заңсыздыққа қарсы болу керек. Яғни бізге заң бұзушылыққа төтеп беретін мықты иммунитет қажет. Соңғы кездері тұрмыстық зорлық зомбылық мәселесі қоғамда қызу талқыланып жүр. Белсенділер петиция жариялап жазаны қатайтуды сұраған. Осы қылмыспен күресті күшейту үшін арнайы бөлімдер ашылмақ. Ал жақын арада заңға өзгеріс енгізіледі. Соответствующие поправки в уголовный кодекс. Қылмыстық кодекске енгізілген тиісті түзетулер жақын арада қабылданады. Ішкі істер министрлігі өз қызметкерлерін жаңа жұмыс тәсіліне көшуге алдын ала дайындау керек. Құқық қолдану тәжірибесіндегі бұған дейін болған барлық мәселені ескеру қажет. Бұдан бөлек кәмелетке толмаған азаматтардың құқығын қорғау жүйесін жаңғырту өте өзекті мәселе. Есірткі саудасымен күрес әрдайым күн тәртібінде. Полиция былтыр 12 ұйымдасқан қылмыстық топты ұстаған. Есірткіні интернет арқылы сату қиындық туғызуда. Сол себепті біз арнайы қызметке IT мамандарды қабылдап жатырмыз. Қажетті программалар орнаттық. 6,5 мыңнан астам есірткі сайты бұғатталды. Оның 2200 кибернадзор жүйесі арқылы. Алайда есірткімен күресте ауыз толтырып айтатын нәтиже жоқ деді президент. Тәртіп сақшыларының батыл әрекеті көзге көрінбейді. Қасым-Жомарт Тоқаев науқаншылдық, көзбояушылық және статистика үшін жұмыс істеу дегенді тоқтату қажеттігін ескертті. Қоғаммен бірге полицияда түбегейлі өзгеруі тиіс. Полиция қашанда халыққа үлгі өнеге болу керек. Сонда ғана жұрт полицияға сенеді, оны қорған көреді. Өкінішке қарай тәртіп сақшыларының бәрі бірдей, сондай деп айта алмаймыз. Ауыр қылмыс жасаған қызметкерлер анықталып жатыр. Тіпті соңғы кезде мұндай оқиғалар көп болып кетті. Бұған жол бермеуіміз керек. Және ондай әрекеттерді мүлдем ақтауға болмайды. Осындай жағдайлар бүкіл жеке құрамның жұмысын бір сәтте жоққа шығарады. Құқық қорғау органдарының қызметі халық арасында бүкіл мемлекеттік жүйе туралы түсінік қалыптастырады. Осы ретте биыл полицияның орта буындағы басшылық құрамы аттестациядан өтеді. Сынақтың әділ әрі ашық өтуі ерекше бақылауда болмақ. Басты мақсат жеке құрамды біліксіз басшылардан тазартып, кәсіби кадр резервін жасақтау деді президент. Шерхан Жамбылұлы, Светлана Абдрахманова, президент телерадио кешенінің көмегімен Қазақстан ұлттық арнасы.
Инфляция деңгейі 2 есе, яғни 9,8%-ға дейін төмендеді. Бұл үкіметтің ұлттық банкпен және өңір әкімдермен бірлесе атқарған шараларының нәтижесі. Мемлекет басшысының қабылдауында болған премьер-министр Әлихан Смайылов 2023 жылғы даму қорытындысын осылай түйіндеді. Үкімет басшысының сөзінше, ел экономикасының өсімі 5,1% болған. Негізгі капиталға салынған инвестиция 39,5 миллиард долларға дейін жетті. Былтыр шағын және орта бизнес саласында 500 мыңдай адам жұмысқа орналасқан. Үкімет бүкіл әлеуметтік міндеттемелерді уақытылы әрі толық көлемде орындап отыр. Биыл 3,8 триллион теңге болатын тағы 326 жоба іске асырылады деді премьер-министр. 15 мың жаңа жұмыс орны ашылмақ. Кездесу соңында Қасым-Жомарт Тоқаев елімізді әлеуметтік экономикалық тұрғыдан одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді. Жамбыл облысында су шаруашылығы нысандарын салу және жаңғырту жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Ауыл аманаты бағдарламасы аясында биыл су үнемдеу және балық шаруашылығын дамыту жобаларына қосымша қаржы бөлінеді. Бұл туралы мемлекет басшысының қабылдауында болған аймақ басшысы Ербол Қарашөкеев айтты. Президентке өңірдің былтырғы әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есеп берген әкім облыстың негізгі макроэкономикалық көрсеткіштерінде оң динамика байқалатынын айтты. Биыл 29 білім беру нысанының құрылысы басталған. Оның ішінде 12 білім ордасы жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында салынбақшы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысы әкіміне өңірді әлеуметтік экономикалық тұрғыдан одан әрі дамытуға және тұрғындардың табысын арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді. Шудың шойын жолындағы 2 жұмысшының өліміне қатысты қылмыстық іс қозғалды. Астанадан Шымкентке бара жатқан жолаушылар пойызы адам басып кеткенін айтқан болатынбыз. Қазақстан темір жолының баспасөз қызметі оқиғаның кеше таңғы 7-лерде Шу шығанақ учаскесінде болғаны растады. 4 темір жолшы ол учаскеге жұмыс бабымен барған. Ауыр жарақат алған 2 ер адам жол үстінде жан тапсырды. Марқұмдардың бірі 62, екіншісі 57 жаста. Екеуі де темір жол саласында ширек ғасырдан астам қызмет еткен. Ұлттық компания қаза болған қызметкерлердің отбасыларына тиісті материалдық көмек көрсетеміз деп отыр. Ал пойыз жүргізушісі апаттық тежегішті басқанымен көлікті тоқтата алмаған. Орын алған жағдай бойынша жедел полиция бөлімімен, яғни теміржол көлігі қозғалысының қауіпсіздік қағидаларын бұзу бойынша қылмыстық істі қозғалып, тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Маңғыстау облысында темір жолды жөндеп, қысы жазы далада жүретін жұмысшыларға жағдай жасалмаған. Мысалы, Бейнеу жол дистанциясының Сайөтес ауылындағы бөлімшесінде 60-қа жуық адам еңбек етеді. Олар рельстердің арасын қардан, құмнан тазартып, пойыздардың өтуіне жағдай жасайды. Алайда өздеріне қыста далада ықтайтын орын жоқ. Көліктерді ескі, құрал сайман салатын гараждарда жаңартуды қажет етеді. Темір жолшылар жұмыс ауыр, ал жалақы мардымсыз дейді. Жазда ыстықта далада күннің астында, боранда, қыста аяздың, желдің өтінде тұрып жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда енді біздің отырып түскі тамақ жетін, отырып жетін будкілеріміз дейтін қазір адам айтса нанғысыз енді будка келіп берген болды. Ол енді керек емес бір жерден шыққан контейнер, әр жерге қойып қойды. Оның енді ені 1,5-ның жобасы. Бұлай 1,5-дай 2,5 қылып, ішіне 3-4 адам кетсе, адам тығылысып отыра алмай қалады, белің жаза алмайсың. Майқайың шұңқырындағы автобус жатуы ықтимал деген жерден темір құбыр табылды. Құтқарушылар қайтадан георадар әкеліп, апат болған аумақты жаңадан сканерлеп шықты. Ал опырылған ойыққа түсіп кеткен азаматтардың туыстарының үмітінен гөрі күдігі басым. Тақырыпты аймақтағы меншікті тілшіміз зерделеп көрді. Бүгін опырылған шахта аумағына іздестіріліп жатқан қос азаматтың туыстары әдеттегіден ерте келді. Себебі автобус сұлбасы сканерленді деген жерден ұзындығы 2 кес құбыр шыққан. Жар жағалап жылап жүрген автобуста болған құтқарушы Айдос Шаймерденнің зайыбы. 5 баламның әкесі жоғалғалы жұмысқа баруды қойдым дейді ол. Сканированиялары каждый металлға реакция беріп тұрды. Олар нақты автобустың қай жерде жатқанын білмей тұр. Түсінесіздер ме? Бүгін 19-ші күн, 19 күн ішінде көп дүниені жасауға болушы еді. Осы бір сканерға ғана сеніп отыр. Бұлай қарасақ. Туыстары 2 азаматтың тірі екендігінен үмітті екендіктерін алғашқы күннен-ақ айта бастаған. Біз үшін уақыт жоғалтпау әлі де маңызды деп отыр. Үкіметтің уровенде қарауға мына жағдайда
мына жанымызда көршілес мықты елдер бар ғой, солардан осы мына сканирование жасайтын бір құралдар бар шығар. Соны шақырғанды өтінеміз. Бізге көмек керек. Ағамыз астында, біз жердің үстінде. Шыңыраудың іші ғана қауіпті емес, сыртқы жиегі де айнала жарылып тұр. Іздеу жұмыстарына басты бөгет сол. Нет, наши специалисты грамотные. Біздің мамандардың кәсіби біліктілігі жеткілікті. Шетелден көмек шақырудың қажеті жоқ. Өзіміз табамыз. Әрине жағдай өте күрделі. Бұндай оқиға жер бетінде бірінші рет болып отыр. Біз әлемдік тәжірибені саралап көрдік. Еш мемлекетте болмаған екен. Қанша қауіпті болғанымен діттеген мақсатымызға жетеміз. Мәліметке қарағанда апат себебін анықтап жатқан комиссия алдағы 3 күнде жұмысты аяқтамақ. Комиссия өзінің жұмысын жалғастыруда. Сондықтан да қазір бір алдын ала бір болжам айту ол енді дұрыс емес деп есептейміз. Сондықтан да біз комиссияның ақырға шешуін күтеміз. Шыңыраудың табанында 2 шағын экскаватор мен 45 құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Бүгіннен бастап қазу жұмыстар қатарынан 3 жерде жүргізілуде. Болат Аманбаев, Әділхан Мүтәләпов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар облысынан. Бұдан былай Алматы автобустарында жүргізуші отыратын жер қоршалады. Әкімдік өкілдері жаңа сатып алынатын қоғамдық көліктерде жүргізуші мен жолаушы арасын бөлетін қорғаныш орнатуды жоспарлап отырған мәлімдеді. Дабыл түймесін орнату техникалық жағынан да пысықталып жатыр. Автобус жүргізушілерінің қауіпсіздігі өткен жылдың аяғында назарға алына бастады. Өйткені 22 желтоқсанда автобус аялдама маңында тұрған бір топ адамды қағып кеткен еді. Апатқа қоғамдық көліктің ішіндегі жолаушының жанжал шығарып, жүргізуші әйелді ұрғаны себеп болған. Салдарынан ол есінен танып, көлікті басқара алмай қалған. Апаттан 3 адам қаза тапты. Шығыстағы Марқакөл ауданында Төсқайың, Шанағаты, Балықты бұлақ және Бұғы мүйіз ауылдары әлі қар құрсауында отыр. Бұл ең шеттегі шекараның шебіндегі ауылдар. Күршім ауданы әкімдігінің өкілдері жолдарда тазалау жұмысына барлық ауыр техниканы жұмылдырған хабарлады. Қалың қарды алу қиындық туғызып жатыр. Дегенмен жол тазалығына жауапты коммуналдық мекеме жұмысшылары күндіз түні тоқтаусыз жұмыс істеуде. Бүгінге дейін Марқакөл ауылдық округіне қарасты 6 ауыл мен 2 кеңшарға жол толық ашылды. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы бойынша қаржы 1 ақпаннан кешікпей аударылады. Бұл жайында Ая Мүтәлі экономика жаңалықтарында айтып береді. Ая, сонымен қаржының түскен түспеген қайдан білеміз? Рахмет, Армангүл. Қаражаттың түскен түспеген egov.kz жаңа сайтынан немесе басқа да сайттардан білуге болады. Толығырақ экономика жаңалықтарында айтып беремін. Нарықта жұмыртқа сататын делдал қаптап кетті. Олар сауда желілеріне тауарды негізсіз қымбатқа сатқан. Бұл туралы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігі хабарлады. Жұмыртқа өндірушілерге қатысты да тергеу жүргізілген. 8 құс фабрикасына 125 миллион теңге көлемінде айыппұл салынды. Жалпы елімізде жұмыртқа өндірісі жылдан жылға азайып келеді. Былтыр экспорт көлемі 17%-ға төмендесе, импорт керісінше 50%-ға артты. Бағаның өсуіне сонымен бірге ветеринарлық препараттарының қымбаттауы да әсер етіп отыр. Елімізде күріш бағасы тағы өсуі мүмкін. Бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің хабарлауынша, бұған суармалы судың жетіспеушілігі, агротехниканың қымбаттауы және субсидияның уақытылы берілмеу себеп. Күріш өндірісі қазірдің өзінде төмендеген, егістік алқаптары да азайған, ал күріштің құны бір жылда 39%-ға көтерілді. Былтыр бағаны негізсіз өсірген 6 өндірушіге 68 миллион теңге айыппұл салынды. Агенттік бағаны реттеу үшін күріш өндірушілерге субсидияны көбірек бөлуді және өңірлерге суармалы суды жеткізудің нақты жоспарын бекітуді ұсынып отыр. Ал биылғы егіс науқанына жеңілдетілген несие беруді қаржыландыру басталды. Ауыл шаруашылығы министрлігінің хабарлауынша, аграрлық несие корпорациясына 15 миллиард теңге түскен. Жыл соңына дейін бюджеттен тағы 125 миллиард теңге аударылады. Жеңілдетілген несие алуға 458 фермер өтінім берген. Оның ішінде жалпы құны 9 миллиард 400 миллион теңге болатын 200-ден астам өтінім мақұлданды. Енді бұл шаруаларға кредит бүгіннен бастап беріле бастайды. Жалпы көктемгі егіс және егін жинау науқанына арналған несие 5%-дан аспайды. Қарыз 2025 жылдың 1 наурызына дейін беріледі.
Ұлттық қордан балалардың шотына аударылатын қаржы 1 ақпаннан кешікпей түседі. Мұны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының өкілдері мәлімдеді. Қор қазір 31 желтоқсанға дейінгі деректерді тексеріп, ақша алатындардың тізімін жинақтап жатыр. Қаржының түскен түспегенін egov.kz немесе зейнетақы қорының сайтынан тексеруге болады. Ал жинақты шешіп алу үшін баланың өзі немесе оның заңды өкілі екінші деңгейлі банк бөлімшесіне немесе Қазпошта қызметіне жүгіну қажет. Арнайы шот ашып, қаражатты неге жұмсайтын көрсетуі тиіс. Жинақты 18 жасқа толған бала оқуына немесе үй жағдайын жақсарту үшін пайдалана алады. Мемлекеттік бюджет шығыны кірістен 4%-ға асып кеткен. Finprom.kz зерттеу орталығының дерегінше қаңтарда қазына кірісі 22,2 триллион теңге болса, шығыны 23,1 триллион теңгеге жеткен. Яғни 900 миллиард теңгеге аз. Былтыр бюджет қаражатының 22%, яғни 5,1 триллион теңге білім саласына жұмсалған. Одан кейін әлеуметтік салаға 4,8 миллиард, денсаулық сақтау саласына 2,1 миллиард, тұрғын үй коммуналдық шаруашылыққа 1,5 миллиард теңге бөлінді. Ал бюджет кірісінің 75% әдеттегідей салықтан түскен. Трансферттік түсімдер былтыр 5%-ға азайыпты. Бүгінгі валюта бағамына тоқталайық. Қор нарығында доллар арзандап жатыр. ақш валютасы 448 теңге, еуро 488, рубль 5 теңгеден саудаланып жатыр. Бүгінге маңызды экономикалық жаңалықтар легі осы. Абай облысы Аягөз қаласында соңғы жылдары салынып, әлеуметтің әлжуаз топтарына тапсырылған үйлер сапасыз болып шықты. 2019 жылдан бастап тұрғындарға бір қабатты 161 баспана берілген. Алайда олар ешқандай құрылыс талаптарына сәйкес келмейді дейді жұртшылық. Мемлекеттік бағдарлама арқылы алған жалдамалы пәтерлері тұруға жарамсыз екендігін айтып, талай табалдырықты тоздырған. Сапасы салынған үйлердің қазір көпшілігіндегі жағдай осындай. Қабырғалары мынандай болып жарылып кеткен. Тіпті адамның қолы сияды. Үйлердің бөлмелеріне салынған төсеніштер мынандай қырық жамау. Ал оның астындағы цемент еден опырылып төмен түсіп кеткен. Сыртын әдемі етіп қалқитып қойған бұл үйлер кез келген уақытта құлауы мүмкін деп қауіптенеді көпшілік. Баспанаға бас сұққалы бойымыз жылыған емес дейді. Қай үйге кірсеңіз де шағым айтып шырылдаған жұрт. Терезе пластигіне дейін көгереді ғой, бұрыштаршы. Нұрлан Елтай тұратын үйдің қабырғасы сыздартып көгеріп кеткен. Терезе үнемі терлеп тұрады. Еден суық, төбеден жел ұйтқиды. Күн суытса болды, мынандай не болып кетеді, көгерген өшімше. Бұлайнан көгереді ғой, кәмісікте андай балдыр сияқты ше. Мынан енді строительдері емес, бұлай енді жындадан біледі ғой, сыртқы кірпіш бар ғой, облицовный, сонымен екі ортаға пеноплекс салынбаған. Кеткен кезде электр шақыртса, қайтаға 15 мың алып кетеді. Ал жалғыз бастана Эльвира Әсенованың үйінде басқасына айтпағанда электр жүйесінің өзі дұрыс құрылмаған. Бірнеше рет өрт шыға жаздапты. Сапасы нашар, мен 3 жыл болды келген. 1 жыл мен светсіз отырдым, 2 комнатаның светі жоқ болды. Көңіл студент қызымның қолын соқты, 5 жастағы баламды тоқ соқты. Бізде аварийный состояниеде тұр деп айта аламын. Бізде міне 58 ата-ананың арыз шағымдар бар, бәрі осындай состояниеде үйлерінің түгелі. Аталған үйлерді жеке кәсіпкерлер салған, ал әкімшілік дайын күйінде алған. Айтуларынша бюджет қаржысы баспаналарды сатып алуға ғана бөлінген, ал сапасын тексеру үшін шығын қарастырылмағандықтан ешқандай құрылыс сараптамасы жүргізілмеген. Енді кеткен кемшілікті біртіндеп қалыпқа келтіреміз деп уәде беріп отыр. 188 миллион теңге смета жасалынып өткізіліп отыр. Бұл алғашқы үйлерге ремонт жұмыстарын жүргізуге. Енді тұрғындармен келісілгенбіз, осылай бір ағымдағы жөндеу жүргізіп береміз. Биылдан бастап мұндай жалдамалы баспаналарды иелері жекеменшікке алу құқығына ие болады. Алайда сапасы сын көтермейтін пәтерлерді тұрғындар қыруар қаржы жұмсап, қалай сатып аламыз деп бас қатырып отыр. Ержан Жақып, Серік Нұртаза, Қазақстан ұлттық арнасы, Абай облысы. Ал Өскемендегі дарынды балаларға арналған облыстық жалғыз қазақ мектеп-лицей интернаты санитарлық талапқа мүлдем сай болмай шықты. Қазір онда 280 бала тәрбие мен білім алып жатыр. 60 жыл бұрын салынған қос ғимарат әбден ескірген. Соңғы жылдары жөндеу жұмыстарын ата-аналар өздері қаражат шығарып, жамап жасқап келеді. Енді интернатта ыстық су жоқ. Мына біздің интернатта тұрған жалғыз бойлер. Осы бойлерге балалар 50 литрде жазылып тұр, 50 литр. Осыған таңертең ерте тұрып үлгерді, сол үлгергенде шамалар жеткенше алады суды.
Енді үлгермегендер олар түнде өздері бөлмеге батарейкаға жылы су қойып баклажкамен. Сол бойынша жуынады, не істейді? Құтыға құйып жылу батарейкасына қойған су бірде жылыйды, кейде ол да жоқ. Интернатта тұратын оқушылар тек сенбі, жексенбі күндері ғана толық жуынатындарын айтады. Кейде ауыз су да болмай қалады. Бізде фильтрдан су өзі ағып тұрады, бірақ кешкі уақытқа қарай оқушылардың бәрі бутылкаларына су толтырып алғысы келген жағдайда бізде фильтрда су болмай қалады. Яғни осы кезде біз крандағы суды ішуге мәжбүр боламыз. Мектеп-интернаттың ғимараты салынған шағын ауданда орталық ыстық су құбыры мүлде жоқ. Ал су жылытатын бірнеше құрылғы орнатуға облыстағы білім саласына жауапты басшылар құлық танытпай отырған түсініксіз. Есесіне оқушылар ыстық суды шелекпен тасып жүр. Спорттық кружоктарға қатысса да бала терлейді. Ол міндетті түрде кешке жақын жуыну керек. Облыстық тек қазақ тілінде оқытып жатқан лицей дарынды балалардың тек өзі осы лицей. Сондықтан бұл үлкен проблема деп ойлаймын, оны шешу керек. Үлкен проблеманы шешу үшін лицей интернаттың ұжымы мен ата-аналар бұған дейін хат жазып қақпаған есігі жоқ. Еш нәтиже болмады. Ғимараттың қасбеті жалтырап тұрғанымен іші қалтырап тұр. Міне, қара күйе болатыннан бәрі қара күйе болады. Мынан қарашы не? Қара күйе. Жаңа мен өзім сабаққа қатысып отырмын. Есік жабылмайды, қарапайым. Есіктің өзін мұғалімдер тартып отырады. Интернаттың мүлдем терезеден форточкаларын енді қарап отырсаңыздар, қай заманғы сырмен баттасып сырланған, кейде ол ашылмайды, кейде жабылмайды. Ата-ана өзіміз бірігіп, тиынын жинасақ та ыңғайлап, айтып бүйтіп енді сонды жамауға тырысып жатамыз. Енді ол да рас. Облыстық білім басқармасының басшылары мектеп-интернат санитарлық талапқа сай келмейтінін мойындап отыр. Дәл қазір мәселені шешуге мүмкіндік жоқ екенін ашық айтты. Қалада бұған дейін құрылысы аяқсыз қалып, тонауға түскен колледждің ғимаратын бітіріп, лицейді сонда көшірмек. Осы ғимаратты толығымен аяқтап, сонда 880-ге біз жаңағы интернатты сонда көшіру жоспарымыз бар. Осы біздің жоспар бойынша ол 2025-те аяқталу керек. 2025 жылы құрылыс толық аяқталады дегенге кепілдік тағы жоқ. Өйткені қаңырап тұрған құрылыс бұған дейін жекеге сатылып кеткен. Сондықтан ескі болса да талай қазақ баласы осы интернатта оқи береді. Олжас Керейхан, Нұржан Қалекенов, ұлттық арна, Өскемен. Еуропа одағы елдерінің сыртқы істер министрлері Брюссельге жиналып жатыр. Саммитте талқыланатын негізгі мәселе таяу шығыс дағдарысын екі мемлекет формуласымен шешіп, аймақта ұзақ мерзімдік бейбітшілік орнату. Осы одақтың сыртқы саясат жөніндегі комиссары Жозе Борреллдің пікірінше, Израильмен бейбіт, қатар өмір сүретін Палестина мемлекетін құру процесін бастауға халықаралық деңгейде күш-жігер жұмсалу керек. Алайда Израиль премьер-министрі бұл идеяға үзілді-кесілді қарсылық білдіріп келеді. Соңғы тәулікте әлемнің бірнеше елі түрлі табиғи апаттардан зардап шекті. Қытайда лай көшсе, Европаның кейбір елдерінде дауыл соғып, әуежайларда талай рейс доғарылды. Ал Құрама Штаттарда боран мен аяздан қаза тапқандар көбейген. Тақырыпты Арсан Рысбек жалғастырады. Қытайдың Юньнан провинциясында лай көшкіні жүріп, бірнеше ауылды батпақ басып, 47 адам жоғалып кетті. 8 тұрғын қаза тапқан. Қазір құтқару жұмыстары жүріп жатыр. 500-ден астам адам қауіпсіз жерге көшірілді. Әзірге көшкінге не себеп болғаны белгісіз. Билік тексеру жүргізіп жатыр. Апат болған жер таулы аймақта орналасқан. Мұнда лай көшкіні жиі болып тұрады. Ал Ирландияда ауа райының қолайсыздығына байланысты қызыл түсіп, ескерту жарияланды. Бұл елге иша дауылы соққы беріп, нөсер жауын құйды. Осыған орай Дублин әуежайында 148 ішкі және сыртқы рейс доғарылған. Сұрапыл желден Ұлыбританияда зардап шекті. Оның астанасы Лондонның Хитроу әуежайына дауылдан кейбір ұшақтар қона алмай, кері қайтуға мәжбүр болды. Ал ақш-та боран мен аяздан жан тәсілім еткендер 90-ға жақындап қалды. Олардың көпшілігі Орегон және Теннесси штаттарының тұрғындары. Сонымен қатар Иллинойс, Пенсильвания, Миссисипи, Вашингтон, Кентукки, Нью-Йорк штаттарында да бірталай адам өлген. Және де елдің айтарлықтай бөлігінде энергия жүйесі істен шығып, ондаған мың тұрғын жарықсыз қалды. Арсан Рысбек, Светлана Абдрахман, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Дүйсенбілік ақпарат легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Әрі қарай спорт жаңалықтары. Армысыз көрермен, спорт әлемінен бірер ақпар, студияда Дархан Рахымжан. Жасөспірімдер арасындағы Олимпиадада шаңғы мен тоғырдан секіру спортынан тұңғыш алтын медальді жеңіп алған Илья Мирзинівті құттықтайды.
Осында ерекше ілтипат. Канвон жасөспірімдер олимпиадасының жеңімпазы Илья Мизерныхты экипаж командирі ұшақ портында құттықтады. 16 жастағы отандасымыз Оңтүстік Кореядағы байрақты бәсекеде шаңғымен сырғанау спортынан жеңімпаз атанған еді. Илья ұшаққа мінгеннен ақ ерекше ілтипат білдірген ұшақ экипажы мен қолдау танытқан барша жолаушыға ризашылық білдірді. Қазақстан қоржынына қысқы жасөспірімдер олимпиадасынан алғашқы алтын медальді салған спортшы Илья Мизерныхты жанкүйерлері үлкен қошеметпен күтіп алды. Алматы әуежайында ыстық ықыласпен қарсы алып, Оңтүстік Корея елінде өтіп жатқан Канвон 2024 олимпиадасында шаңғымен трамплиннен секіруден 50 бәсекелесті басы бозған еді отандасымыз. Тарихи жеңіспен оралған 16 жастағы Ильяның алтынды еншілеп қайтуы әбден мүмкін екенін бұған дейін Қазақстан командасының аға жаттықтырушысы Қайрат Биекенов болжап еді. 5 жасынан бастап спортпен шұғылданып өскен Илья бұл жолы 106-шы медалін қанжығасына байлады. Айта кетейік, Ильяға үкімет қаулысына сәйкес $10 000 көлемінде сыйақы беріледі. Эйфория. Больше нечего сказать. Олимпиададан өте жақсы әсер алдым. Мен тек тапсырмамды орындап өз жұмысымды істедім. Алғаш Кореяға келгенде аздап үрей болды, бірақ бапкерімнің айтқан ақыл кеңесінің арқасында бойымды тез жинап алдым. Спорт бұл менің өмірімнің бір бөлшегі. Жалпы Ильяның бұл жеңісі Қазақстанның қысқы жасөспірімдер олимпиадасындағы алғашқы алтын жүлдесі екенін айттық. Оңтүстік Кореяның Канвон қаласында өтіп жатқан жасөспірімдер арасындағы қысқы олимпиада ойындарында медаль саны бойынша жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы 9-шы орында тұр. Қоржынымызда 1 алтын, 1 қола медаль бар. Тағы бір қазақстандық жас теннисші әлем назарына ілікті. Ол Австралия ашық біріншілігінің алғашқы айналымында жеңіске жеткен Әмір Омарханов. Жарыстың алғашқы кезеңінде қазақстандық теннисші турнирдің бірінші ракеткасы болып тіркелген италиялық Фредерико Чиноймен сынға түсіп жеңіске жетті. Айта кетейік, Әмір Омарханов Қарағанды теннис мектебінің түлегі. Құрметті көрермен, бүгінгі айтарымыз осы. Жеңісті күндер көп болсын. Армысыз ардақты ағайын, студияда Мөлдір Әбдірейін. Назарларыңызға 23 қаңтар сейсенбіге арналған ауа райы болжамын ұсынамын. Солтүстікте күн ала бұлтты, термометр бағаны Петропавл мен Көкшетауда күндіз 10-11 градус, түнде 14-16 градус аралығында суықты көрсетеді. Қостанайда күндіз -9, түнде -11, Павлодарда күндіз 11, түнде 23 градус аяз болады. Орталықта күн ашық, ауа температурасы Қарағандыда күндіз 9, түнде 17, Жезқазғанда күндіз 15, түнде 23 градус нөлден төмен болады. Семей мен Өскеменде көшпелі бұлт шығады, күндіз 11-12, түнде 21 градус суық болады. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Ақтөбеде ғана жаңбыр жауады, күндіз -10, түнде -14, сынап бағанасы Оралда күндіз 14, түнде 24 градус аязды, Атырауда күндіз 9, түнде 16 градус суықты көрсетеді. Ақтауда күндіз 3, түнде 7 градус салқын болады. Оңтүстікте жауын шашынсыз, Талдықорғанда күндіз 0, түнде -19, термометр бағаны Қонаев пен Қызылордада күндіз 1 градус жылы, түнде 9-11 градус аралығында суықты көрсетеді. Түркістанда күндіз +8, түнде 0, Таразда күндіз 0-ден 6 градус жоғары, түнде керісінше төмен болады. Мегаполистерге тоқталсақ, сынап бағанасы Шымкентте күндіз +8, түнде 0, Алматыда күндіз +3, түнде 10 градус суықты көрсетеді. Астанада күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 9, түнде 14 градус суық болады. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.